Өңіріміздің өткені мен бүгінін жалғап, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, тарихи мұраларымызды көздің қарашығындай сақтап келе жатқан рухани қорда облыстық тарихи-өлкетану музейі. Қазақстандағы ең көне музейлердің бірі болып табылатын Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейін 1836 жылы алғаш рет ұйымдастырған Орал қаласының әскери училищесінің оқытушысы Меркурий Кузьмич Курилин болатын. Сонымен қатар Григорий Силыч Карелин, Николай Алексеевич Северцов және Лев Семенович Берг сынды ғалымдар да музейді ұйымдастыруға белсене атсалысқан. Алғашында музей Орал әскери оқу орнында орналасып, кейін көркемсурет графика факультетіне, одан соң Пушкин қонақ үй ғимаратына, тіпті шіркеулерге көшірілген. Ал 1870 жылы қазіргі уақытта Жаһанша Досмұхамедов атындағы Орал педагогикалық колледжі орналасқан қазақтардың балаларын оқытуға арналған Орал реалдық оқу орнына ауыстырылған. Тек 1980 жылы ғана қазіргі орналасқан ғимаратқа көшірілген. Бұл ғимарат 1891 жылы салынған. Революцияға дейін мұнда әсіресе ер балалар, ағаш шебері, темір ұстасы сынды бағыттарда білім алуға негізделген орыс-қырғыз, яғни орыс-қазақ мектебі болды. Ал 1919 жылдың аяғында мұнда облыстық әскери комиссариат орналасса, 1920-30 жылдары оқу корпусы, интернет, асхана, клубы бар Орал кәсіптік техникалық мектебі орналасқан. Одан кейін ғимарат ГПТУ 75, яғни қалалық кәсіби техникалық училищесіне берілген. 1963 жылы ғимарат Батыс Қазақстан ауыл шаруашылық институтына беріледі. 1980 жылдан бері мұнда атап өткеніміздей облыстық тарихи-өлкетану музейі орналасқан. Ғимарат мавритян стилінде салынған, яғни ланцеттік терезе ойықтары, шатырында күмбездер, стильдеуші мұнаралар бар. Ғимараттың жоспарлау құрылымы нақты. Үй-жайлар арка тәрізді күмбездермен біріктірілген, қасбеті сәулет элементтермен, қалыптармен безендірілген. Ғимарат 2 қабаттан және жертөледен тұрады. Негізгі қасбеті ғимараттың ортасында шатыры бар резолиттен тұрады. Оны шыңдары бар биік күмбезді төбе жабады. Шатырдың ортасына сәулетші тимпанумда дөңгелек саңылауы бар биік ланцетті жартылай педиментті орналастырған. Ғимарат қабырғалары әсем ою өрнектермен безендірілген, терезелері бірінші қабатта тікбұрышты және екінші қабатта таға тәрізді аркалы ланцетті қуыстарға орналастырылған. Төбесі барабандардағы мұнаралардың ұзартылған шамдарымен қоршалған. Карниз көп деңгейлі және крест тәрізді розеткалармен және дентикулалармен безендірілген. Археология залы, Жайық қалашығының пайда болу тарихы залы, Қазақ хандығы және Бөкей ордасының құрылу тарихы залы, Жауһар жәдігерлер залы, 20 ғасыр тарихына арналған зал, білім мен ғылым, өнер мен мәдениет салаларының даму тарихына арналған зал, тәуелсіздік залы секілді 7 экспозициялық залдан тұратын 200 мыңнан астам жәдігер сақталған облыстық тарихи-өлкетану музейінің ғимараты республикалық маңызы бар 19 ғасырға тиесілі тарих және архитектура ескерткіші ретінде мемлекеттік қорғауда тұр.